Жастардың еңбекке араласуына, тәжірибе жинауына және жаңа дағдыларды меңгеруіне жол ашатын жобалардың бірі студенттік және жастар еңбек жасақтары. Биыл бұл бағыттағы жұмыстарға жаңа серпін беріліп, бастама еліміздің барлық өңірін қамтуды көздеп отыр. Осы игі істің алғашқы қадам ретінде Ауыл партиясының ұйымдастыруымен жастар еңбек жасақтарының ашылу салтанаты өтті. Ауқымды іс-шара Астана қаласындағы негізгі алаңнан бастау алып, еліміздің 19 өңіріндегі жоғары оқу орындары мен колледждер базасында ұйымдастырылды. Жиынға Zoom платформасы арқылы тікелей байланыс орнатылып, аймақтардағы жастардың да белсенді атсалысуына мүмкіндік жасалған. Ал Жамбыл облысына атынан аталған бастамаға Шерхан Мұртаза атындағы Тараз университетінің студенттері қатысып, өз үлестерін қосты. Бүгін Жамбыл өңірінде жалпы Ауыл партиясының ұйымдастыруымен еңбек жасақтарының ашылу салтанаты өтуде. Бұл елімізде барлық өңірде бір мезетте ашылу салтанаты бүгін өтіп жатыр. Мұнда жалпы 4 жасақ облысымызда құрылған. Сол 4 жасақ еңбек маусымында өздерінің жұмыстарын жасайтын болады. Ауыл партиясы ұйымдастырып отқан бұл жоба жастарды еңбекке баулу, олардың кәсіби дағдыларын қалыптастыру және бос уақытын тиімді пайдалануға бағытталған. Бастама аясында студенттер құрылыс, экология, клиник және сервис бағыттарындағы еңбек жасақтарына тартылып, қоғамдық маңызы бар жұмыстарға араласады. Жастар еңбек жасақтары арқылы қатысушылар тәжірибе жинап қана қоймай, командалық жұмыс мәдениетін меңгеріп, өңірдің дамуына үлес қосуға мүмкіндік алмақ. Бүгін бізде жазғы еңбек маусым бойынша рапорт беріп жатырмыз. Қазір ғана мен рапорт бердім. Еліміздің өркендеуі мен тазалығы аясында рапорт бердік. Студенттерді бойынша бізде 40 сарбаз 4 бағыт бойынша қызмет етеді. Елімізді өркендетіп, таза ұстау және де еңбекке баулу мақсатында студенттерді еңбекке шақырып жатырмыз. Биылғы жоба еліміздің барлық өңірін қамтып, жастарды еңбекке тартуға бағытталған ауқымды бастамаға айналмақ. Жамбыл облысында құрылған 4 жасақ жазғы еңбек маусымы барысында өз жұмыстарын атқарып, өңірдің дамуына үлес қосады деп күтіліп отыр. Назерке Бергенғали, Айдос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.